Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында керемет болып шығатын квастың құрамымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге ең алдымен қара нан қажет болады. Қара нанды осылай бөлшектеп турап, енді нандарымызды пешке 15 минутқа жібереміз. Осылай қытырлақ сухари болған кезде банкімізге толығымен салып аламыз. Барлығының толық нұсқасын описание бөліміне астына жазып кететін боламын. Және енді қант қосамыз. Банкімізді толтырмай тұрған кезде бір араластырып аласыздар. Су міндетті түрде сахарлап қайнап тұруы қажет. Енді банкімізге толтырып құйып, толық осы суығанша күтеміз. Толық суығаннан кейін барып шамамен бөлме температурасында ұстайсыздар. Марлемен осылай барлығын құйып, өзінің цветі қоңыр түске енеді. Міндетті түрде толық суыған күтесіздер. Шамамен 5-6 сағатта нандарымыз толық суитын болады. Енді дайын болған осы сусынымыздың үстінен мейіз саламыз. Изюм деген мейізді қолданасыздар. Қара түсін қолдансаңыздар да болады. Мен сары түсін салдым. Енді ашытқыны дайындаймыз. Жылы суға қант қосып, дрожжы салып, барлығын жақсылап іртігі кеткенше араластырып, дайын болған квасымыздың үстіне құйып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, баклажкілерге құйып, холодильникке жібереміз. Толық салқындағаннан кейін барып ішесіздер. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.